Менде жай ғана айтарға сөзім жоқ. Жай ғана айтарға сөзім жоқ. Маған жай ғана ертеңге видео салу керек болды. Мінекей мен болашақта мұғаліммін, мұғалімнен жауап ретінде маған ертеңге видео салу керек болды. ютубтың алгоритмі бойынша мен ахватты көтергім келді. Маған хейт кішкене жетіспей отыр. Мен де біреуді хейт жеткім келіп тұр. Сондықтан да бұл видеоны қараңыздар. Бұл видео осындай бір эмоционалды, информационный бір нәрселер айтпаймын мен басқа видеолардың сияқты, бірақ бұл видео қызығырақ болады. Бұл видео тіпті пайдалы да болуы мүмкін кейбір жасөспірімдерге арналған. Мен бұл видеоны сәрсенбі күні түсіріп отырмын, ертең бейсенбі күні маған видеоны салу керек. Сондықтан да достар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Бұл видео болмаса да менің арнамда басқа видеолар, өте информативті тұрғыда видеолар. Комментарияға мен сияқты ойларыңызды, кез келген нәрсені айтып жазбай қойыңыздар. Тек қана пайдалы нәрсе жазайын, аузымыздан жақсы сөз шықсын. Лайк басып кетіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер. Тіпті не айтарымды білмей отырмын. Бұл болашақ мұғалімнің арнасы. Енді кеттік бастаймыз. Жасөспірімдер жайлы, жасөспірімдер жайлы мен жай ғана бұл видеода қазіргі әлемде болып жатқан нәрселерді, және де әлемде жалпы проблемалар бітпейді. Кез келген заманның, кез келген дәуірдің, кез келген қоғамның өзінің бір дерті бар, өзінің бір ауруы бар. Біздің жасөспірімдердің ауруы, мен де жасөспірімге жатам, менің жасым бар болғаны 16-та. Бізде қазір өмір жайдан жай ешқандай өмірде мағына жоқ. Білмеймін, бұл мен үшін үлкен бір катастрофа сияқты ма, бірақ басқа мысалға біздің әкелерімізге, аналарымызға, әже аталарымызға қарайсың ғой, олар мысалға 16-та, енді әр заманға байланысты ғой, мысалға бұрында отау иесі 13-те деп айтатын болған. Немесе бұрындағылар 13 жасында елді қойған, 16 жасында елді қойған, бұлай істеген дейсің. Абай Құнанбайұлы өзінің әкесі Құнанбайға ақыл айтқан кішкентай кезінде. Немесе біздің әке шешелеріміз, білмеймін, олар енді КСРО-ның заманында өмір сүргендіктен бе, оларда бір қандай да тіпті сөз жоқ. Оларда бір кездерінде нормально, это нормально, 16-та сен ертең барасың, 30-ға толған кезде, вот сол кезде бүкіл сенде движуха басталады. Немесе колледжға түсесің, оқуға түсесің, сол кезде сенде бүкіл движуха басталады. Қазір нормально, білмеймін, бірақ егер де заманға қарасып, қазір интернеттің заманы, технология дамып жатыр, былай өте көптеген нәрселер болып жатыр. Ал соның арасында біз жай ғана жасөспірімдер аламыз да, бір қандай да бір нәрсе жасай саламыз, Бізге қазір қарайсың ғой, мектепке балалар қалай келеді, олардың өміріне қарайсың. Барады, менің лично 10-шы сынып, 9-шы сынып, 8-шы сынып, 11-шы сынып бастауышты айтпай қой, бастауыш әлі баласын, тіпті 5-6-7-ні де айтпай қой. 8 деп айтайын, өйткені орта буын әлі де балалық, әлі де ойын баласы. 8-ші сыныпқа барады бала, сол бала барады да ешқандай да мақсатсыз жайдан жай мектепке барады. Таңғы смена, мысалға, таңғы смена барады, үйге келеді, ұйықтайды, тұрады, шай ішеді. Ештеңе естімейді. Ойында ешқандай бір мақсат жоқ ода. Бала алады, мектебіне барады, мектепте телефон ойнайды, бұлай, мұғалім оған бірдеңе десе, ол мұғалім, мен істедім, сізге айтшы, мен істедім, бұлай. Білмеймін, мен түсінбеймін, бұл неге сондай бұл? Ешқайда мақсатсыз, жайдан жай, ешқайда мақсатсыз, олар керісінше ақыл айтқан адамды жеп қойға да, сен не ана, сен өзіне бірінші қарауа, бұлай, өзіне қарай минуссыз деп тұрады. Одан кейін кетеді, мысалы 8-ші сыныпты бітіреді, 9-ші сыныптан, мысалы 8-ші сыныптың жаздығында жұмыс жасайды, өте көптеген былайша балаларды. 9-да уже түнгі сағат, мысалы, официанттар ғой, енді көбінесе кез келген бір несовершеннолетний баланы алады да, олар өздеріне тіркей салады. Хотя бұл незаконный іс қой, мысалы, заңсыз іс. 4 сағат қана несовершеннолетний балалар 4 сағат қана жұмыс жасау керек. Әрине ата-аналардың рұқсатымен бұлай көбейтіп алуға болады, бірақ ата-аналар да бұл негізінде дұрыс емес. Егер осы видеоны ата-аналар көріп отырса, сіздің балаңыз так көп уақыт бойы өзінің ұйқы режимін бұзады. Одан кейін мектепке барады, мектепте ұйықтайын деп отырған кезде мұғалімдер оятып алады, сен ұйықтама, сен мектепке ұйықтау үшін келген жоқсың деп.
үйге барады, үйге келеді, ата анасы кешке қарай тамақ жасадың ба, былай жасадың ба, ата аналар өздері шаршап келеді, и бум бум, бала шаршайды, бала. Подростктар, сіздер өздеріңіз аяғанызды. Мен өзімнің мақсатым, мен өзімнің өмірлік жолымды былай арып қаласам, мен де официант болдым, мен де жұмыс жасадым. Бірақ честно айтайын, 8-9 сағат бойы даже официант деген бұл өте қиын жұмыс. Біз официант деген жұмысты недооцениваем. Еще оған өте аз ақша береміз, средний 5-6 мың теңге береміз. Ол бала сол ақша жұмыс жасайды, бірақ подростктар түсініңдер, жасөспірімдер түсініңдерші, одан да басқа да жолдар бар ақша табудың. Мен өзімнің өмір жолым бойынша мен Инстаграм аштым, Ютуб аштым, мен Инстаграм арқылы бір фриланспен айналысып, солай ақша таптым. Мен бұған толықтай айта аламын, басқа да жолдар бар, ақша таба алатын. Басқа да жолдар бар. Одан кейін шаршап келеді, өз-өзіне денсаулығын құртады. 10-шы сыныпқа барады, 10-шы сынып былай өтеді. 11-ші сыныпқа барады, 11-ші сыныпта барады, мектепке барады, мектептен шығады, курсқа барады. Келесі күні мектепке барады, курсқа барады, мектепке барады, курсқа барады. НТ тапсырады, тапсыра алмай қалса, мынандай сұрақ, 9-ға қалған дұрыс па, 9-дан кеткен дұрыс па, 11-ге қалған дұрыс па? Немесе, мен бұл сұрақ туралы мен бұл туралы уже ютубта видео түсіріп тастадым, оны қарасаңыздар болады, профильға өтіп міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Уведомление қойып қойдыңыздар максимально, да? Мынандай сұрақ, қалай НТ тапсырады? Қалай НТ тапсырсам болады? Мен НТ-дан қорқып тұрмын. Тапсырасың деп по-любому. Ешкім саған сенбейді, НТ-ны тапсыр. Бүкіл сен ойлайсың, НТ-дан кейін мына жерге түспей қаласың, тапсыр, бәрібір тапсыр. Сен мынандай ештеңе етпей тапсыр. Бірақ ең маңызды нәрсені айтайыншы. Осы жерде көріп отқан 8, 9, 10-шы сыныптар емес шығар, осы жерде көріп отқан 5-ші, 6-шы, 7-ші сыныптағы оқушылар, которые жай ғана мынандай бір заголовокты көріп, мұғалім шок жасады. Мұғалім кәдімгідей эфирде мынандай нәрсе айтып жіберді. Мұғалім мынандай деген сияқты заголовокты көріп, мынандай бір ужасный нәрсені, обложканы көріп, қосқан балалар жай ғана бұл видеоны көргісі келді, 5-ші, 6-ші, 7-ші, примерно солай. И сіздерге айтайын ба, ең басты совет, сен қазір мысалы тамақ ішіп отырсың, сабақтан келдің, 2-шісімен 5, 6, 7, олар 2-шісімен, тіпті қазір 4-ші, 7-шісіменге дейін ашылған мектептер бар. Сен келесің мектеп, осылай отырасың тамақты, окей, мен жай ғана тамақ осылай тұрайын. ютубта мынандай видео хит болып жатыр, мұғалім былай деп қойыпты. Мен қазір мұғалімдерді жамандағым келеді. Давайте мен осы мектеп, осы нені ашылайын, и осы жерде жамандайын. И кетті, мен советтерім жаңағы 9, 11, 8, 9, 7, 8, 6 туралы әділдер кетті, 8, 9-ды жамандап бердім, 11-лерді жамандап бердім. Ана ба, біз ойын баласымыз, бізге барлығы болады. Жоқ, барлығы болмайды. Айтайын ба, не нәрсе керек саған? 5, 6, 7-ші сыныптағыларға, тіпті одан да 11, тіпті бұл видеоны қазір какой-то колледждан келген 18, 19, 20 жастағы балалар, немесе университетте оқып жүрген мынандай, немесе просто Қазақстандағы бүкіл политиканы жамандағысы келетін, бүкіл мәселені жамандағысы келетін диванный критиктар алып, 40, 50, 60, 70, 80, 90-дағы ата әжелеріміз қарап, мысалы, енді жамандап тұрған жоқ, бірақ сондай адамдар бар ғой, енді кез келген возрастта диванный критиктар бар. Алып та осы видеоны, мұғалім былай деп отыр, кәне көрейінші, оны жамандайды. Былай, мынандай кеңес. Өмірдегі миссияды тап. Саморазвивайся, просто саморазвивайся. Ұйқыңды түзе, питанияңды түзе, сенің сөз саптауыңды түзе, аузынан боқтау сөздер шықпасын. Вейптарға, нарастарға жақындама. Жаман достармен оларға манипуляция жасап, оларды бір келеме жетеудің қажеті жоқ. Сен өзіңді іздеш, сен өзіңді тап, миссияңды тап, сен өмірдегі не үшін осы өмірге келдің деп өзіңе сұрақ қойшы, өзіңді іздеп көрші. Бұл сен үшін ең керемет нәрсе болады. Осындай бір возрастағы тіпті жұмыс емес, сен үшін керемет болатын нәрсе. Ақша 1 миллион, 2 миллион табудың маңызды емес, одан да маңызды нәрсе бар. Ол сол жердегі сен үшін өмірдегі не үшін келгенді анықтау. Міне сен егер де осыны тапсаң, сенің өмірі
жарады. Ары қарай саған мақсат қойған кезде, осы миссияны сүйене отырып, ары қарай мақсат қойған кезде, самомотивация еткен кезде, бүкіл әлемдегі нәрселердің барлығы сенің жағына қарай жасайды. Ойындарды өшіріп тастап, сен ойындарға кіріп кетесің, сол ойындар сенің миыңды жейді, сен ойындар сенің уақытыңды алады. Керек емес. Free Fire, PUBG, FIFA тірминеге керек емес. Керек емес. Анараска, мусор. Керек емес ондай. Бомбочкама не еді анау, бір осылай жаратты, атады, ана пш дейді осылай. Керек емес ондай мен айналысу. Жаман нәрсе, неғұрлым сен ертең қазір дәл осы моментте сен ертерек бастасаң, соғұрлым саған жақсы болады. 13 жаста миллионер атанған. 13 жаста бір бодибилдер атанған мықты бір мен адамдарды білемін, балаларды білемін. Адамдар емес, балаларды білемін мен. 13 жаста Майк Тайсон мықты бір өзінің спорт 5-6 сағаттық спортпен айналысқан Майк Тайсон тренировка жасаған. Сол 13 жастан 18 жасқа, 13 жастан 18 жасқа дейін жасап, қазіргі таңда ешкім жеңе алмай жатқан, әлі күнге дейін нокаутты ең жас нокаут егері, ең жас әлем чемпионы, сондай бірдеңе бокстан не шығару, сондай бір марапаттаны бір бойды жеңіп алған сондай бір Майк Тайсон. Бұл видео мен просто қазір әлемдік жаһандық мәселелерді былайша өзімнің ойымдағы нәрселерді бүкіл айтып тастағым келіп тұр, сондықтан да мен бұл видеоны жазып жатырмын. Өте қызық видео, бірақ жай ғана, честно говоря, просто ахватты көтеріп алған, ертең видео салу керек, сол үшін жасап жатырмын мен бұның барлығын. Өте қиын. Жай достар, ендеше көп рахмет. Келесі видеоларға кездескенше. Келесі видеолар более-менее интеллигентті болады.